Ассаламу алейкум, құрметті қазақ халқы, ағайын тума бауырлар. Бүгін мінеки қасиетті Құрбан айт мейрамы баршамызға құтты берекелі болсын. Әлемдердің Раббысы болған Аллах тағалаға сансыз мақтау мадақтар және пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар, оның артынан ерген сахабаларға, әулие әмбиелерге Аллах тағала разы болсын. Құрметті қазақ халқы бауырлар, бүгін міне Ақшұқыр ауылдық мешітімізде 30 жанұяға, бүгін осы ауылдық тұрғындарымыздың шалынған құрбандығынан 30 жанұяға етіміз, азық-түліктеріміз және де тәтті жемістеріміз таратылғалы жатыр. Соның қасына осы 100 сый-сияпат сыйлық балаларға арналған сыйлықтарымыз бар. Міне осы Құрбан айт мейрамында осындай қуаныш сыйлайық, балдардың жүзіне шуақ сыйлайық деген ниетімізбен осы Ақшұқыр ауылдық мешітіміздің бас имамы және наиб имамы Абдуғафар ұстазымыз осы жерде мінеки жамағатымызбен көпшілікке ат салысқан ағайындарға баршасына Алла разы болсын дейміз. Құрметті ағайындар, осы шалынған құрбандығымызбен осы еліміздегі індеттер Аллах тағала бізден жоқ қылғай және де баршамызды сақтағай деймін. Құрметті ағайын, қазақ халқы, Құрбан айт мейрамы құтты болсын. Айт құтты болсын. Сыйлық балдарға, подаркілеріміз қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Жал жете беріңіз. Құрбан айт құтты болсын деп айта қойын. Баста, Айт мейрамы құтты болсын. Ей жандарым ау. Мына шоколад сыйлық сендерге. батырлары бұйырса. Мә, ал сый-сияпатына айттан сыйлық. Айттарым құтты болсын деп. Жақсы сөз айтамыз ба? Айттарыңыз құтты болсын деп айтып. Ей жандарым ау, балапандарым ау. Ал, айттан сыйлық шоколад жең, ойнан күлің, айттан, да? Ей жандарым. Құтты болсын айттарым.